Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздердің назарларыңызға қысқа сақтайтын қиярдан дайындалған салат, қыстың күні кез келген тамақпен беруге болатын керемет салат. Салатымызға әрине керек бірінші қияр. Бұл жерде қиярды таңдамаймыз. Қиярдың формасына да қарамаймыз. Өсіп кеткен, сарғайып кеткен қиярларға шейін жарай береді. Ерекшелігі сол бұл салаттың. Кез келген қияр жарамды. Сонымен бізге керегі болгар бұрышы, сарымсақ, жартылай ащы бұрыш, 2 бас пияз, укроп, қара түйір бұрыш. Жуылып тазалап қойған көкөністерден бастаймыз. Бірінші қиярдан бастаймыз. Осылай дөңгелектеп турап аламыз қиярымыздың бәрін. Пиязымызды 2-ке бөліп, майдалап турап, ыдыстағы қиярымыздың үстіне саламыз. Енді болгар бұрышымызды ортасынан бөліп, жіңішкелеп турап, ыдысымызға саламыз. Жартылай ащы бұрышымызды майдалап турап, оны да ыдысымызға саламыз. Сарымсақпенен укропымызды да майдалап турап, ыдысымызға саламыз. Салатымыздың үстіне толық біраз қасық тұз және біраз қасық қант салып араластырамыз. Салатымыздың үстіне 9% уксустан 3 қасығын құямыз. Салатымыздың үстіне енді толық 5 ас қасық май құйып араластырып аламыз. Қымбатты қыз-келіншектер, банкілеріңізді стерилдемей-ақ жақсылап тазалап жуып алсаңыздар жеткілікті. Банкілеріміздің түбіне 1 түйірден 2 түйірден лабыр жапырағын салып шығамыз. Менде 1 литрліктен 3 банкі. Төртіне 5 түйірден қара бұрыштан түбіне салып шығамыз. Дайын болған салатымызды банкілерімізге саламыз. Қымбатты оқырмандарым, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта жаңа рецептермен бөлісетін боламын. Дайын болған салаттарымызды ыдыстың түбіне қолорамал салып орналастырып, қайнап тұрған судан иығына шейін келтіріп, су құямыз. Банкілерді жабатын қақпақтарыңызды алдын ала стерилдеп, 10 минут қайнатып алуды ұмытпаңыздар. Керек заттардың тізімін описаниеде жазып кетемін.